Саламатсызбы окуучулар және тыңдауулар, менин каналыма кош келиңиздер. Эгер силерге видео сабактар түшүнүктүү болсо, каналга тиркелүүнү унутпаңыздар. Бүгүн биз силер менен бирге 9-сынып 141 эсептен баштап 142 эсептен баштап чыгаратын болобуз. Осуга дейинки эсептерди YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Так, карайык. Осундай сандар жұптарынын кайсысы осы теңсиздик жүйесүнүн шешими болот дейт. Эң алды менен мына сандарга мән беребиз. Биринчи турган x, экинчи турган y. Биринчисин карайтын болсак, x тең -4ке, y тең ол да -4ке. Яғни жүйеге карайбыз. X деп отурганыбыз -4 үлкен немесе тең -4ке. Жакшы. Экөө тең, келсек, энди келесин карайык. -4түн квадраты -2 көбөйтүлгөн -4 киши немесе тең y, яғни -4ке карайбыз. -4түн квадраты 16 текшерсек, -2 менен плюс болуп кетет. 2-ні 4ке өтөмүз, 8 болот, киши немесе тең -4. Бул жерде 24 болот. 24 бул -4тен үлкен, яғни бул бизде биринчimiz шешими боло албайт, яғни биринчиси болмайды бизде. Дәл солай экинчисин текшерсеңиздер болот. Y тең x тең -1, y тең -2. Так, енді орнына коелық. Так, x, яғни -1 үлкен немесе тең -2ден, жақсы, -1 үлкен. Екіншісіне қойып тексерек. -1-дің квадраты -2 көбейтілген -1 кіші немесе тең -2ге. Так, -1-дің квадраты 1, 2 минус плюс болады 2. Так, -2, яғни 3 бізде кіші немесе тең -2, яғни бұл да бізде шешімі болмайды. Так, бұл бізде екіншісі. Сонда мынау да бола алмайды, мынау да бола алмайды екен. Келесісін қарайық. Үшіншісі x тең 1, y тең -1. Так, бірінші жағдайда x-іміз 1, үлкен немесе тең -1ден, бұлмен келісеміз. Екіншісі 1-дің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 1 кіші немесе тең -1ден. Так, минус мына жерде 1, -1 болады, 1 азайтылған 2 -1 үлкен немесе тең -1ден. Яғни -1 тең -1 дейсіз. Яғни бұл бізде келеді. Сонда мына бізде бола алады екен. Дәл солай екіншісін, үшіншісін тексерсек болады. Төртіншісі. Так. Екі үлкен немесе тең 1ден дұрыс келсеміз. 2-ның квадраты сразу жазып кете берейік, түсінікті шығар. Қайта жазып отырудың қажеті жоқ. 4 азайтылған 2 көбейтілген 2 үлкен немесе тең 1ден. Яғни бізде бұл жерде так 2-ның квадраты үлкен теңсіздік қайта кетіпті, мына жерде. Так, кіші немесе тең 1ге. Мына жерде 0 кіші немесе тең 1ден. Демек, бұл жерде бізде екіншісі де шешімі бола алады екен. Так, енді соңғысын қарайық. 3. X тең 3ге, y тең 3ге. Сонда, так, 3 үлкен немесе тең 3ге бірінші жағдай. Екіншісін қарайтын болсақ, 3-дің квадраты 9, екіншіге өтеміз 6, үлкен немесе тең 3ге. 3 үлкен немесе тең 3ге. Яғни бұл да бізде жауап бола алады. Сонда бізде мінекей жауабы болды, 2-де 1 болды, және 1-де 1 осы теңсіздіктер бізде жүйенің шешімі бола алады екен. Келесін қарайық. Келесі есеп. Келесі есеп номер 143. Так, x бізге осындай сандар берген. 3-тен 1, 3 сандар жұпы қай теңсіздіктер жүйесінің шешімі болады. Дәл жаңа айтқандай, қойып орнына есептеп көрсеңіздер болады. Так, қарап көрейік. Асын қарайық. Так,
Сразу тексеріп қояйық, иә? 3-ті 3-ке өйтеміз 9, 9-дан 1-дің айналдырып алдық, иә? Квадраты қосылған y квадраты, яғни 9 үлкен немесе тең 20-ға. Так, 9-дан 1 қосылған y деп отырғанымыз 3 кіші 9-дан. Осыны тексерейік. Мына жерде бізде 9-ның квадраты 81, 1-дің квадраты 1. Қосылған 9 немесе 20. Так, 81. Мына жерде тоже 81-ден береміз, иә? Егер осылай қараймын, ұзағынан тексеремін десеңіздер, немесе мына жерде бізде так, мына жерде 10 екен ғой, 3. Так, 10. Өйткені мына жерде 3-ті 3-ке өйтеміз. 9, 9-ға 1 қосамыз 10. 10-ды 81-ге қосып көрсеңіздер, бөліп көрсеңіздер, және 9-ды қосып жүрсеңіздер болады. 10-ды тексеріп көрсеңіздер болады. Так, енді бұл жерде қарайтын болсақ, так, мына қазір. Так, 10-ның квадраты мына жерде 100, иә? Оны тастап кетіппіз ғой. 100-ді 81-ге бөлсеңіздер болады. 100-ді 81-ге бөлген кезде бізде 1,2 екен. Так, 81-ге бөлген кезде, иә? Қосамыз, бізде 9-ды. Мына жерде. Ол бізде 10,2 шығады, деп жуықтап есептегенде. Так. Мына жерде мен өзім келістір жүріппін, иә? Өз-өзімді. Так, мына бізде квадрат. Осылай қойып қойын. Жоқ. Мына жерден жаңадан жазайыншы. Так, асы. Так, 9 3-те 10 болды. Квадраты қосылған. Бірінші осына қарайық, иә? Y квадрат, яғни 3-тің квадраты 9. Немесе тең 20-дан осы шығарылайын. Так, бөлімінде 9, 3-тің квадраты, алымында 100, қосылған 9, немесе 20-дан, иә? Енді бұл жерде қарасақ болады, 100-ді жуықтап 9-ға бөлсек болады, оны шығарып отырмай, иә? 11 болады. 11-ге жуықтап есептегенде 11-ге 9-ды қосамыз 20. Яғни бізде 20 тең 20-ға деген сөз біріншісі келді. Енді екіншісін қараймыз. X қосқан Y, яғни 3-тен 10-ды қосамыз. Y деп отырғанымыз 3. Осы кіші болу керек 9-дан. Дәл солай 10-ды бөлсек 3-ке бізде 3 бүтін деген сияқты шығады. 3 бүтін оннан 3 деп кете береді. Сонда мына жер бізде 3 бүтін оннан 3 шығатын болса, мынау 3 қосылған 3 деген сөз 9, 6 кіші 9-дан. Демек, бұл да келеді. Яғни бізде шешімі біріншісі бола алады екен. Екіншісі әсін қарайық. Так, дәл солай 3-те 10-ның квадраты азайтылған y квадрат, яғни 9 кіші 2,5. Так, қарайық. Мына жерде бізде шықты. Так, 10-ның квадраты 100, 3-тің квадраты 9, азайтылған 9, 2,5. Ашып жазып қояйық. 100-ді бөлген кезде бізде 9-ға шықты, 11 деп алдық, иә? 11 жуықтағанда 2,5. 11-ден 2-ні, 9-ды азайтамыз. Бізде 2 кіші 2,5-тен. Жақсы, келісеміз. Екіншісін қарай, x көбейтілген y, яғни бізде 3-тен 10 көбейтілген y деп отырғанымыз 3 үлкен 10-нан. 3 пен 3-ті қысқартамыз, 10 үлкен 10-нан. Яғни бізде 10 үлкен 10-нан деген бұл болмайды, 10 тең 10-ға болады. Демек, бізде тек қана осы асы ғана екен. Келесісін қарайық. Келесі 144. Так, зерттеу жүргізіп шешімдер жиыны 24
Так, мына дейді суреттегі көшірме теңесу жүйесін құрыңдар дейді. Жақсы, қарайық. Мына жерде көріп отырғанымыздай, бізде y-іміз минус 1-ден кетіп жатыр, иә, мінекей. Бұл жер түсінікті. Біріншісі бізде беріп қойған 3 бірлік 10-ға жылжып тұр, мінекей, және 2 бірлік жоғары жылжып тұр. Бұл сіздер 8-ші сыныпта өтіндер. Сонда жүйеміз y тең минус деген сөз парабола бізде төмен қарап тұр деген сөз. X минус 3-тің квадраты қосылған 2. Ал мынау бізде 1 y, демек бұл жерде бізде кіші минус 1-ден болып жатыр. Параболамыз төмен және минус 1. Ал мынау бізде біріншісінікі, асынікі. Екіншісін қарайық. Екіншісі бізде шеңбер, иә? X квадрат қосылған y квадрат деген. Яғни бізде парабола қараймыз, ол қалай жүріп жатыр бізде? 1, 2. 2 бірлік 10-ға жылжыған және 1 бірлік төмен түсіп тұр. Міне. 1 бірлік. Сонда әсінде так, бізде парабола дедік, иә? Мына жерде квадрат және қосылған квадрат. Ал бізде барлық қандай ненің көлемінде тұр? Яғни 4 бірлікке тұр, иә? Мінекей. 4. Сонда тең, кіші 4-тен. Енді жазайық. X, міне 2 бірлік 10-ға, демек x минус 2, мына жерде плюс болып кетеді, және 1 бірлік төмен түсіп тұр. Демек y минус 1. Екіншісін жазатын болсақ, бұл бізде так, 1, 2, 3. Сонда бізде x-іміз 3 бірлік жоғары көтеріліп тұр. Міне, мына жерден басталады. 1, 2, 3. Сонда x бойынан көтеріп жатыр ғой. Кіші немесе тең 3-ке. Осылай қарасаңыздар болады. Келесі 145-ті қарайық. 145-ші есеп. Так, 145-ші есепте бізге не дейді? Координаталар жазықтығына әр нүктесінің координаталар тегістер жүйесінің шешімдері болады. Фигурадан кескіндеңдер дейді, асы. 0-ге x квадратқа. Так, қарайық. Енді бізде түсінікті, мынау бізде y тең біріншісінде мына жерде y тең 0-ге, яғни y 0-ге тең болса, бізде түзу шығады қазір. Мына сызған кезде түзу пайда болады. Ал мына жерден қарайтын болсақ, бізде жазатын болсақ, y тең минус, мына x квадрат алдына шығарып жатайық, x квадрат плюс 3, яғни парабола бізде. Бұл парабола минус алдында тұр, демек бұл төмен қарайды деген сөз. Төмен қарайды мінекей. Бұл бізде парабола. Енді бізде параболада мынау бізде x y-ті мәне парабола, сонда бізден x-імізге 0 болған кезде y-іміз x тең 0 болған кезде y тең 0-дің квадраты 0, 0 қосылған 3 болады. Сонда 0 де 3 деген бізде нүкте төбесі. Енді параболаны сызайық. Примерно жол тапсам. X, y-імізді қойып қояйық. Кеттік. Төбесі 0-де 3. 0-де 3 мінекей. Бізде парабола төмен қарап жатыр, яғни так, мына жерде сандар қойсаңыздар болады, тағы 0-ден басқа, мысалы, минус 1 қоятын болсаңыздар, минус 1-дің квадраты 1 болады, алдында минус 1 қосылған 2, 3, ол бізде минус 2 болады, сонда
бірде мына жерде минус бірді қойған кезде минус екі болады, иә? Онда мына жерде былай өтетін парабола болады бізде. Бірде екі, минус бірде екі, осылай бірде екі, және так, минус екіні қойсаңыздар болады. Минус екіні қойған кезде минус екінің квадраты плюс үш болады. Минус екінің квадраты төрт, минус төрт плюс үш тең минус бір. Сонда мына жағына бізде екіні алып, мына жерде болады сонда. Төрт жоғарыда, иә, минус бір. Параболаға сандар алып көрсеңіздер болады. Сіздердің клетками әдемі шығады, басты сандар ғой. Сонда бізде қай жерін сұрап тұр? Бізде осы аралығы болып тұр. Аралық болып тұр. Келесісін қарайық. Клеткаге әдемілеп сызып көрсеңіздер болады. Так. Келесі әсі 45-тің y 0-ге тең. Сразу жазып кетейін, иә, мен y 0-ге тең, яғни бұл да бізде түзу. Екіншісін қарайық. Y тең x квадрат минус 4. Бұл бізде парабола, иә? Парабола төбесін табатын болсақ, төбесі, яғни 0 қоятын болсақ, 0, x-іміз 0 болса, y-іміз минус 4, яғни бұл бізде төбесі. Парабола тармақтары жоғары қарайды. Салып көрейік. Маған керекті сандарды алайын, иә? 0 да минус 4. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Минус 4-тен 0. Міне, мына жерден басталады мен парабола квадрға. Осы жерден жоғары қарай сызамыз, иә? Минус 3-ті қоятын болсақ, мына жерде төбесі, минус 3-ті қойып көрейік. Минус 3-ті қойған кезде минус 3-тің квадраты 9, 9-дан 4-ті азайтамыз бізде. Так. Минус 3-ті қойып көрейік. Минус 3-тің квадраты минус 4. Минус 3-тің квадраты 9, 9-дан айтамыз 5-ті. 4-ті 5 болады бізде. Осылай самдарды алып көрсеңіздер болады. Так. Y бізде 0-ге тең болды, иә? Оны ұмытпау керек. Y 0-ге тең. Так. Параболаны сызып алайық. Так, мына жерде 1, 2, минус 2, минус 1, 1, 2. Так, минус 2-ні қойсақ, минус 2-нің квадраты 4, 4-тен 4-ті айтамыз 0. Мына жерге қояқ. 2-де дәл 2-нің квадраты 2, азайттық 4. Параболаны сызып алайық. Мен примерно сызам, қайталап айтам. Сіздер өздеріңіз асықпай жақсылап сызып алыңыздар. Міне төбесіне апарамыз. Төбесі бізде міне 4-тен басталады. Парабола. Мен деген ара қашықтық шамам алыстау болып кетеді, бірақ парабола примерно осылай шығады. Y 0-ге тең, яғни кішісін қойып қояйық. Мына жерде примерно 2 тұр, иә? Мына 2. Ара қашықтық қарайсыздар ғой, бастысы сіздер төбесін тауып алсаңыздар, сан қойсаңыздар жеткілікті. Так, келесі. Бұсын қарайық. Так, x квадрат қосылған y квадрат тең 4-ке. Яғни бұл бізде шеңбер шығайын деп тұр, иә?
Шеңбер центрі 0,0 болып тұр. Так, центрі барлығы бұны сіздер 8-ші класста сыныпта өттіңдер дегізде. Центрі 0,0, ал радиусы мына жерде 4 деп тұр, демек бұл бізде 2-нің квадраты, яғни r бізде 2-ге тең. Онда r тең 2-ге. Так, мына жерде y тең -1-ге, яғни бұл бізде түзу. Мынау x квадрат, y квадрат деген шығар, бұл бізде шеңбер. Так. Осылай. 2-мен шектеледі, түсінікті шығар. Так, 2, минус 2. Яғни осының ойымен болады деген сөз. Шеңбер. Так. Бұл бізде міне шеңберді алдық, Енді бізде y тең -1-ден. Яғни, мына -1 ма? -1 түсу осы жерден кетеді. Жаңағы алдыңғы есепте дәл солай -1-ден. Осыған дейінгі аралық болады бізде жауабы, Ана алдыңғы есептерді дәл солай, қай түзу қай жерден өтіп жатыр? Y тең 0 болды ғой, яғни бізде мынаның бойымен боядық, сондықтан түсінікті ма? Екеуінде де қателеспесем y тең 0-ге болды. Так, осын қарайық енді. Бұл да бізде шеңбер, Так, -1 және -2. Сонда нүктелеріміз 1 мен 2 болып тұр деген сөз. Так, x тең, сразу жазып кетейік. Бұл бізде шеңбер, радиусы 4 деп тұр, демек радиусы 2 тең, және нүктелері 1-ді 2. 1-ді 2. 1 бірлік оңға, 2 бірлік жоғары болып тұр екен. Сонда қарайық. Екіншісін қарайық, x тең 1-ге, яғни бізде бұл түзу. X тең 1-ге түзу. Бұл бізде шеңбер. Енді 1 бірлік жоғары, және 2 бірлік бізде шеңбер төбесі, сонда бізде 1 бірлік солға кеттік. Мына жерден бастай шеңбердің радиусы 1 бірлік жоғары. Так, мына жерге қойып, жоғары 2 бірлік. 2-ден басталып тұр, сонда 1-ді 2, міне мына жер 1-ді 2, нүктеміз. Осы бізде центрі болып тұр. 2 бірлік жылжытамыз, 1, 2, 1, 2, 4, 0, 1, 2,
Бир бите осылай тұрып жатыр. Ишинден ошо түзө берсеңиздер болот. Нолдон кетет, э? Сонда бизде y тең 1-ге немесе 1ден үлкен жагдай, киши. Да осы аралык экен. Келесі сыңар,